Сәлем құрметті көрермен, менің арнама қош келдіңіз. Қазақ тілі контентін қолдап арнаға тіркеліп қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде видеоларды алғашқылардың бірі болып көріп отыратын боласыз. Менде апта сайын, күн сайын керемет қарапайым рецепттер шығып отырады. Бүгін сіздермен осындай тауық етінен жасалған өте керемет тәп-тәпті жұп-жұмсақ болып шығатын котлет дайындаймыз. Әсіресе балаларға да өте жеңіл, сүйіп жейді. Ендеше бастайық. Алдымен тауық еттен жасалған фаршымызды дайындап аламыз. Одан кейін үкіштен өткізілген картопты және пиязды үстінен салып, одан кейін тұзымызды, қызыл бұрышымызды, мен паприка және чилиден кішкенеден қостым. Одан кейін үстіне бір ғана жұмыртқа жарасыз, жақсылап араластырып алғаннан кейін, одан кейін тағы да жақсылап араластырасыз. Егер сұйық болып кететін болып жатса, кішкене 2 ас қасықтай ұн қоссаңыз болады, немесе панировочный сухариді де құрамына қоссаңыз болады ұнның орнына. Енді қызып тұрған сұйық майымызда табадағы панировочный сухариге котлеттерімізді орап пішінін келтіріп алып, екі жағын 5-7 минуттан ұстай тұрып қуырып алатын боламыз. Астыңғы отын орташа, яғни жайлау етіп қойыңыз. Сол кезде асықпай пісетін болады. Жақсылап тұрып барлығын қуырып аламыз. Бұл котлеттің жұмсақ, сочный болып шығатын тағы бір құпиясы бар. Видеоның соңына дейін көріңіз. Тек қуырып қана қоймай, тағы бұқтыратын боламыз. Сол кезде котлет сочный болып, өте жұмсақ болып шығатын болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Енді қуырып алған котлеттерімізді тавадағы майды алып тастап, таваға орнатып аламыз. Одан кейін сливочный май болады ғой, кәдімгі сары майымыздан үстінен салып, және жарты кеседей кішкене ғана түбінде, таваның түбінде ғана болатындай етіп қайнаған су қоямыз. Содан кейін қақпағын жауып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Өте баяулау отта қақпағын жауып тұрып бұқтырамыз. Сол кезде котлеттеріңіз өте сочный, жұмсақ болып, керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде осылай жасауға кеңес беремін. Міне қайнап жатқан кезде түрі осындай болады. Қасықпен алып, жаңағы астындағы соусын үстіне құйып жіберіңіз. Сол кезде барлығына жетіп, барлық жеріне тиіп, жақсы етіп бұғып шығатын болады. Міне қараңыз, ешқандай артық суы жоқ, бірақ жеген кезде сочный болып, жұмсақ болып тұрады котлетіңіз. Әрбір қандай да болсын гарнирмен үйлеседі. Күрішпен немесе пюремен, макарондармен берсеңіз болады. Балалар өте сүйіп жейтін жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, пікіріңізді, лүпіліңізді аямай баса кетіңіз. Сізден тегін лүпіл, мен үшін үлкен шабыт. Видео ұнаған болса, келесі видеоларда жолыққанша.